Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын самсаның рецептісімен бөлісетін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Ең қажетті ішіндегі салмасы сиыр, әлде картошка, әлде фарш салсаңыздар да өз қалауларыңызда. Кунжут пен жұмыртқаны соңынан бізге бетіне жағуға керек болады. Бүгін біздер самсамызды дүкеннің тестасымен әзірлейін деп жатырмыз арнайы. Батыс фирмасының тестасы өте керемет болады. Отбасыларыңызға ұнайтынына, дәмді шығатынына мен кепілдік беремін 100%. Осылайша формамызға келтіріп кесіп аламыз. Маған негізінде үлкен қылып жасаған ұнамайды, сондықтан кіші әдемі қылып жасаған ұнайды. Осы тұрғаны 500 теңге, 15-20 штук самса шығара аласыздар. Өзіміздің көлемімізге келтіріп аламыз. Мен қазір дөңгелек пішінге келтіріп 3 бөлші самса жасағалы жатырмын. Картошкамен және де сиырмен жасаймын қазір. Осылай салып алғаннан кейін, бүктеп болғаннан кейін, оны бетіне жұмыртқа жағамыз. Мынау менде онша шықпай қалғаны. Алдағы уақытта күшті болып үйренгеннен кейін қайтадан салатын боламын осыны. Кейіннен кунжутпен сеуіп шығамыз үстіне. Сосын осыны 180 градусқа 30-40 минутқа қоямыз пешіңізге қарай. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып комментарий жазып бізге жазылып қойыңыздар. Сау болыңыздар.